Сәлем құрметті оқушылар. Бүгін сіздермен қарастыратын сабағымыздың тақырыбы механикалық энергия. Бүгінгі сабақта энергия дегеніміз не, энергияның қандай түрлері бар, олардың формулаларына тоқталатын боламыз. Ал дайын болсаңыздар бастайық. Энергия дегеніміз дененің жұмыс істей алу қабілетін сипаттайтын шама. Яғни, егерде бір дененің энергиясы көбірек болатын болса, ол дене көбірек жұмыс істейді, ал энергиясы азырақ болатын дененің жұмыс істеуі де аз болады. Яғни энергия дегеніміз дененің жұмыс істей алу қабілетін сипаттайтын шама. Энергияның түрлері көп. Мысалы, механикалық энергия, ішкі энергия, жылу энергетикасы, атомдық энергия, электр энергиясы деген сияқты түрлері бар. Ал бүгін сіздермен біз механикалық энергия туралы сөйлесетін боламыз. Механикалық энергия. Механикалық энергияның екі түрі бар. Кинетикалық және потенциалдық. Яғни механикалық энергияның екі түрі бар. Бірінші кинетикалық энергия. Екінші потенциалдық энергия. Механикалық энергия дегеніміз ол дененің қозғалысымен байланысты болатын энергия. Оның екі түрі бар. Потенциалдық және кинетикалық энергия. Кинетикалық энергия дегеніміз не? Кинетикалық энергия дегеніміз дененің қозғалыстағы энергиясы. Яғни кез келген дене егер қозғалатын болса, оның энергиясы бар. Ол энергияны біз кинетикалық энергия деп айтамыз. Яғни, мысалы, массасы m болатын дене, бізде массасы m болатын дене болсын, егер де ол дене v жылдамдықпен қозғалатын болса, массасы m болатын дене v жылдамдықпен қозғалып бара жатыр. Яғни кез келген қозғалыстағы дененің энергиясы ол механикалық энергияның түрі кинетикалық энергия жатады. Яғни қозғалыстағы дененің энергиясы ол кинетикалық энергия деп айтылады. Ал енді кинетикалық энергияның формуласы mv квадрат бөлінген 2. Бұл бізде кинетикалық энергияның формуласы болып табылады. M деген бұл жерде масса, яғни дененің массасы, v дегеніміз жылдамдық. Яғни m массалы дене v жылдамдықпен қозғалатын болса, онда осы дененің энергиясын, яғни қозғалыстағы дененің энергиясын кинетикалық энергия деп айтамыз. Кинетикалық энергияның формуласы келесі өрнекпен анықталады. M көбейтілген v квадрат бөлінген 2. Энергияның өлшем бірлігі джоул. Кез келген энергияның өлшем бірлігі джоул. Энергияны біз E әріппен белгілейміз. E. Ал кинетикалық энергия болғандықтан, мына жерге біз EK деп жазып қоямыз. Ал потенциалдық энергия болатын болса, E индексіне былай P деп қоямыз. Түсінікті ғой? Энергия бізде E әріппен белгіленеді. Кинетикалық энергия болғандықтан E кинетикалық, потенциалдық энергия болғандықтан E потенциалдық деп жазатын боламыз. Ал енді потенциалдық энергия дегеніміз не? Потенциалдық энергия дегеніміз денелердің өзара әсерлесуін сипаттайтын энергияның түрі. Потенциалдық энергияның формуласы, егер де дене қандай да бір h биіктікте орналасқан болса, мысалы бізде жер болатын болса, дене m массалы дене жерден h биіктікте орналасқан. Мұн бізде m массалы дене h биіктікте орналасқан. Қандай да бір биіктікте орналасқан дененің потенциалдық энергиясы келесі формуламен анықталады. E потенциалдық тең болады mgh. Бұл бізде потенциалдық энергияның формуласы. M дегеніміз не? M деген мынау дененің массасы. G дегеніміз бұл еркін түсу үдеуі. H дегеніміз дененің орналасқан биіктігі. Ал енді деформацияланған серіппенің потенциалдық энергиясы келесі формуламен анықталады. Яғни, бізде егер серіппе болатын болса, серіппе. Егер бұл серіппе былай созылуы мүмкін, сығылуы мүмкін, яғни деформацияланады. Осы деформацияланған дененің потенциалдық энергиясы
келесі формамен анықталады екен. Е потенциалдық тең болады k x квадрат бөлінген 2. Бұл бізде деформацияланған серіппенің потенциалдық энергиясы. Бұл жерде k дегеніміз не? K дегеніміз мынау серіппенің қатаңдығы. K деген серіппенің қатаңдығы. Ал x дегеніміз мынау серіппенің созылуы немесе сығылуы. Яғни оқушылар, бүгінгі сабақта сіздермен механикалық энергия туралы сөйлестік. Механикалық энергияның түрлері, олардың формаларымен таныстық. Энергия дегеніміз дененің жұмыс істей алу қабілетін сипаттайды. Механикалық энергияның екі түрі бар: кинетикалық энергия және потенциалдық энергия. Кинетикалық энергия дегеніміз дененің қозғалыстағы энергиясы. Кез келген дене қозғалатын болса, v жылдамдықпен қозғала ма, оның кинетикалық энергиясы бар. Яғни қозғалыстағы дененің энергиясы кинетикалық энергия деп айтылады. Оның формуласы мына өрнекпен анықталады екен. Ал енді потенциалдық энергия дегеніміз денелердің өзара әсерлесуін сипаттайтын энергия. Оның екі формуласы бар. Бірінші формула мынау. H биіктікте орналасқан дененің энергиясы mgh, ал деформацияланған серіппенің потенциалдық энергиясы kx квадрат бөлінген 2. Оқушылар, бүгінгі сабағымыз сіздерге түсінікті болады деген ойдамын. Егер пікірлеріңіз болатын болса, астына комментарийға өз ойларыңызды жазып қалдырсаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.